Мысыр Алаштың анасы болса, Алаштың әкесі кім? Ата-анамыз бізге мейірімін, жылуын береді. Ал біз оған неге ескі телефонымызды береміз? Бәріміз жеті атамызды жаттаймыз. Жеті әжемізше. Олар неге нәсі бар? Қыздар осы неге қоғамдық ортада кішкентай баланы көрсеңдер, учи-пучи деп еркелетесіңдер да, үйлерінде дәл сонымен қатар інілеріңді аямай ұрасыңдар. Елімізде Назарбаев көшесі бар да, Тоқаев көшесі неге жоқ? Сұлулық әлемді құтқарады, бірақ неге требует жертв? Машинаны неге кредитке аламыз? Өзімізге неге алмаймыз? Әжелерімізден бұрын қалай ерте оянуға болады? Қызы алып қашып келгенде алып қалуға әжесі жатады. Атасы ше, атасына похуй ма? Ана видеоға күлесіңдер, бірақ неге рэп жасамайсыңдар? Қалай сабырмен бұрылуға болады? Егер дұрыс емес бағытта кетіп бара жатқаныңды білсең, қолымызға неге сағаттағанбыз? Минут неге таппаймыз? Жауабын төменде ақтарайық, қыздарды құттықтап егіліп кетейік. Ташкентский шай бізде барда, Ташкентте неге жоқ? Неге әйелдер қастарын қырып алып тастап, карандашпен қайттан қастың суретін салады? Қаламызда тигрлер неғып жүр? Біреу жеп қойса не істейді? Сәби 9 айлығында дүниеге келеді. Бірақ дүниеге келгенсін қайтта неге нөлден бастап санаймыз? Достар, қай жаққа түскен қиын? Тозаққа ма, әлде атаңлар чатына ма? Уалейкум ассалам. Молда бол. Дейміз да, бала есейгеннен кейін неге молда болуына қарсы боламыз? Достар, орманда ағаш неге көп? Қазіргі қыздар неге төлегенде емес, төлегендерді жақсы көреді. Әр сыныпта жай сөйлейтін қыз болады. Қазір неге ол жайлы ешкім білмейді? Ең алғашқы ұстазы кім? Қазақстанның футбол клубтары неге доп тепкеннен қуақтан тепкенін жақсы көреді? Мұғалімдер ашық сабақ өткенде неге есік жауып өтеді? Математикадан беретін апайлардың ауырып сабақтан қалатын күні бола ма? Қыздар жігіттермен ең алғаш кездесуде без газды су ішесінде, үйге орағаннан кейін 2 литр қолын айдейсің. Көктем келсе, көк шықты деп қуанамыз. Шөптің түсі көк емес, жасыл емес ба ағайын? 22 наурызда жаңа жыл келді дейміз. Бірақ жылдың цифры неге өзгермейді? Алдар көсе, алдаса мәз боламыз. Бірақ неге депутаттар алдаса ашуланамыз? Орыс тілден беретін апайлар неге қазақша ұрсады? Қазақстанда ең аз айлық алатындар неге ең көп жұмыс жасайды? Қызықтың бәрі стористер дейтін блогерлердің. Стористер неге қызық емес? Вечер неге күндіз болады? Сен берік жолға бердің ғой. Қандай бар? Вечерде ең нормаль музыкаға билеп жатқан кезде неге нормаль музыка қосыңдаршы деп айтады? Әңгіменің қысқасы деген әңгімелер неге ұзақ болады? Евро ремонтты неге теңгемен жасаймыз? Том и Джерри мультфильмде жалаңаш жүреді да, неге пляжға барған кезде шорти киіп алады? Демалыс күні неге демалмаймыз? Неге әскерге ұбт тапсыра алмай қалғандарды алып кетеді? Жетістікке жеткен әрбір таксистің артында неге әйелінің голы тұрады? Жігіттер үйленген соң неге бір түрлі қалады? Мұғалімдер неге директордан қорқады? Ай, мұғалім деген директордан көп емес па? Інілеріне жұмысты сеніп тапсырады да, машинасын неге сеніп тапсырмайды? Осы видеоның астына 3 досыңның белгіле, 4-ші досыңның іші күйсін. Неге асабалар қазақтың тойы бітпесін деп, тойды бітіріп тастағанша асығады? Неге үнемі все хабарласамыз деп, хабарласпай кетеміз? Жастар орталығында неге бірыңғай жастар емес, қарттар жұмыс істейді? Папаны үйрететін қатындардың нағып өздерісеміз? WhatsApp'та чаттар ашылуын ашылып, неге жабылмайды? Дамыған 50 елдің қатарына кіреміз да, неге бірақ подъездге кіре алмаймыз? Үйімізде свет өшіп қалса, неге көршіге қараймыз? Лицевой счетқа неге қарамаймыз? 3 ай бойы светтің ақшасын төлемеу ұят емес па? Негізі жақсы адам деп, неге жарты сағат жамандағаннан кейін барып айтамыз? Қазіргі аталарға бат айт десең, неге тілек айтып кетеді? Беташарда неге келінге қарамаймыз? Неге ақша түсіп атқан? Тегешке қараймыз. Бизнес план жазатындардың неге өздерінің бизнесі жоқ?
Қара мысық алдымызды кесіп өтсе, неге қорқамыз? Мүмкін біз ұлсупиде келе жатқан шығармыз. Сыбайлас жемқорлықпен неге күресеміз? Неге бокстеспейміз? Неге интернеттен тартып аламыз? Неге сұрап алмаймыз? Карандашпен киімдердің неге карандаш жоқ? Неге қыздар кірпігін бояғанда аузын ашады? Жұмысқа кешігіп келеміз да, неге жұмыстан кешігіп шықпаймыз? Неге водительдер өзіне обгон жасап баратқан машинаны көрсе жарысып кетеді? Фитнеске баратын әйелдердің көбісі неге ажырасқандар? Мұсылманбыз дейміз, бірақ неге христианский май жейміз? Мұнда қарап өтсе мұнда. Мында ма? Samsung ұстайтындардан неге мобилға кіріп шықпаған? Алшынан беретін апайларды көрсек, неге басқаша қараймыз? Және неге декретке шыға береді? Неге тойда аса бала бәрі келді дей береді? Может, тойға бәрі келмеген шығар? Жер үйде тұратын жігіттер неге әжетхананың қасына барып, сыртына шығады? Неге қыздар құрбысына келген гүлмен суретке түсіп, сторисіне рахмет деп салып қояды? Неге елімізде мүмкіндігі шектеулі жандар, мүмкіндігі шектеусіз жандар қарағанда көп жұмыс істейді? Неге осы подъезден шығып келе жатқан қыз бен жігітті көрсек, жігіт бетон қызбен болып келе жатыр дейміз? Может, жігіт қызды көндіре алмай келе жатқан шығар? Байқоңырдың арендасының ақшасы кімге түседі? Ойланбайсыңдар ма сонда?